Эмстер сіздің өмірге мен Мирас. Бүгін біз өз видеомызды бастаймыз. Бүгін біз бомждың өмірінің екінші сериясын түсіріп жатырмыз. Сіздерге бұл енді серия ұнайды деп ойлаймын. Енді сіздерге асап қызық емес шығар, енді маған да кейде өзіме де қызық емес. Дегенмен де енді көріп тұрғандарыңыздай қазір ММ деп жазамыз. Сіздеріміз бірінші бөлім және 4-8 квест кез заданияларымызды өзіміздің орындай берейік. Бізге право алу керек екен, және описание жұмысқа тұрып алу керек, және семья нету керек, вступать в акция дейді. Привести ағашық көлігімізді алып, және үйімізді алып, және де 10-шы өрен болуымыз керек. Және де өзімізге лицензия алып, және де бізге осы екеуін істеуге болады екен. Және де шоппинг істеуге болады. Былайша айтқанда банковский услуги және обслуживание здоров дейтін орысша тілім келмейді. Көріп тұрған шығарсыздар, иә? Орысшаға азап келмейді. Да деп сатып аламыз. Сосын аламыз. Даже 5 деп банкке барамыз. Окей. Мен барынша ойын сіздерге қызықталу үшін әйтеуір істеп жатырмын. Қолымнан келгеннің бәрін істеп жатырмын. Сіздердің жазған әрбір комментарыңызды оқимын. Сіздердің жазған маған әрбір комментарыңыз маңызды. Сондықтан да коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де жуырда 43-ші сервер тез ашылатын сияқты менің ойымша. Сол 43-ші серверге бару менің ойымда болып тұр. Және де бір комментарияға осы видеода жауап берейін. Таныс салатын бар екен, неге өзіне сала алмайсың дейтін. Мен 350 рубльге біреуге алданып қалдым, общем айтқанда. Сол ақша енді қазір қайтарылмай жатыр ғой. Осы жерге аламыз да, өзіміздің неміз жазамыз. Сосын өзіміздің счетымызды ашамыз. Және де бізге 5000 теңге берді. Және келесі задание бізде освещение здоров дейді. Ол бізге медкарта алу керек. Ендеше біз скутерімізге мініп алайық. GPS. Арзамысқа барамыз. Государственная организация және де больница арзамыз. Енді менде қазіргі таңда шығын дейтін өте молынан болып тұр. Сіздерге өте көп рахмет айтам. Менде көптеген видеолар 100 просмотр жинап, маған қатты ұнап жатыр, бірақ та комментарий аз, лайк аз. Дегенмен оған өкінбейміз, бәрібір де видео түсіреміз, берілмейміз. Сразу беріле салатын адамдардың қатарына жатпаймын. Бірақ та енді ақша мәселесі менде шешілмей жатыр. Оны да шешуге тырысып жатырмын. Барынша өзім сіздерден маған ешқандай көмек жоқ, пайда жоқ. Дегенмен енді ойын түсіру маған өзіме қатты ұнайды. Сіздерге енді мені қолдағандарыңыз қана керек болып тұр. Қазір енді Благрашада бар ше. Блоди кетеді деп жатыр Благрашадан. Или кетпейді, білмеймін. Мен өзім жаңалықтарды ылғи оқып отыратын адамдардың қатарына жатамын. Блоди және Иркоштардан жаман хабар келіп жатыр. Әйтеуір ютубтан кетті. Және де орыс ютуберлерінің көбісі де ютубтан кетіп жатыр. Ал мен олай сразу кетіп тұрған жоқ. Актив жоқ деп, енді мен жаңадан бастап жатқан ютуберлердің қатарына жатамын. Сондықтан актив жоқ деп сразу кете салу жоқ. Қазір мен жеткен соң видеоны қосам. Және де біз әне-міне дегенше осы жерге келдік. Медкарта алу үшін сіздерде екі бірдей способ бар. Мына қызылға келіп нету, или мына Артем дейтін біреуге келіп нету, или өйстіп мед деп жазасыз. Мед. Бұлар бізге 2500-ге нетеді, ал мына жерде бізге 5000 теңге. Сондықтан айырмашылық өте көп, және де бізге бұлдан 10.000 теңге нетеді. Сонда бізге пайда 7500. Өте жақсы ақша, және де осыдан кейін біз 10 минут өткеннен кейін біз өзіміздің алғашқы аксессуарымызды алатын боламыз инвентарға. Және осы 10 минут өткенше дейін біз видеоны стопқа қойып қояйық.
Және достар, менің айта кететін бір жайым бар. Благраша ойынын астында сілтеме арқылы жазып алуға болады. Мен 43-ші серверде ойнаймын. Сіздерді осы серверді күтемін деп айта алмаймын. Мен өзім жаңа серверге кетейін деп жатырмын. Егер 43-ші сервер скоро ашылатын болса, жақсы болады. Бізде провожал алудың екі жолы бар. Бірінші апташкаға барып тестірен өтіп, екінші правительстводан сатып алуға болады. Және мен жаңа біраз қарадым, лицензия отыр екен. Мен қазір лист деп жазамыз. Осылай білмейтін болсаңыздар, осы жерден осылай нетіп алуға болады. Және де Самуэл дейтін адам екен. Қараймыз. Мына жерде Самуэл дейтін адам бар ма екен? Майк Олдрс. Правительствоға тек қана біз лицензиямыз болған кезде ғана оружие сөйте қана жұмысқа тұра аламыз. Қазір. Және біз сатып алдық. Және де енді мен өзіміздің медкартамды алуға жаяу байсам. Және мен өзімнің медкартамды алдым. Осымен мен 2 заданияны орындадым. Сіздерде осындай квест орындап өздеріңіз ақшаларыңызды көбейте аласыздар. Келесі жылы біз басқа да заданияларды орындаймыз. Сау болыңыздар. Жүрегім бірге боламын. Мирас, каналға лайк басып